Қазір жасөспірімдер ақпараттың 90%-ын тек көзбен қабылдайды. Бұрын балалар ерте кестеп радио тыңдаса, бүгінде түгел теледидарға телміріп, компьютер, смартфон, гаджеттен көз алмайды. Қазақ көз аурулары ғылыми зерттеу институтының мамандары қазір әрбір 3 не 4 баланың бірі мектепті көзілдірікпен бітіретінін алға тартады. Өкінішке қарай көз дәрігеріне жүгінетін балалар саны да жылдан жылға артып барады. Осы мәселе төңірегінде білікті маманмен тілдескен едік. Соңғы статистика жүгінсек, қазір мектепті бітіретін балалардың 4-тен бірі көзілдірік тағып шығады екен. Жалпы оның көбінесе біз жаңа смартфонмен, гаджеттермен, компьютерлермен байланыстырамыз. Ол осыған тікелей байланысты ма, жоқ басқа да себептері бар ма? Әрине, ол осы заттарға да байланысты. Егер де алыстан көрмеушілік, миопия деп айтайық, соның себептерін, пайда болу себептерін екі үлкен топқа бөліп қарастыруға болады. Ең бірінші топ ол баланың ағзасына байланысты факторлар. Егер де балада созылмалы аурулары болса, рационында витаминдер жеткіліксіз болса, ол балада егер анемия болса, басқа да дәрігерлерде қаралып жүрсе, ол балаларда минус пайда болуы мүмкіндігі өте жоғары. Екінші орында тұқым қуалаушылық. Егер де ата-анасының біреуі немесе екеуі көзілдірік тақса, ол кісілерде миопия болса, егер бір ата-анасында миопия болса, балаға берілу мүмкіндігі 25%. Екі бірдей ата-анасында болса, 70%-ке дейін күшейеді екен статистика мәліметтері бойынша. Екінші жағдай, ол баланың өзінің тікелей көру қабілетіне байланысты болатын заттар, ол үйде, мектепте жарықтың жеткіліксіздігі, егер де баланың отыратын орны баланың бойына сай емес болса, егер де бала үстелде дұрыс отырмаса, қисайып, бұндай балаларда омыртқа аурулары өте жиі кездеседі. Екінші, жаңағы сіз айтып өткен смартфон, гаджет, компьютерлер мөлшерден тыс қолдану баланың көзіне, көру қабілетіне тікелей бұл ең бірінші фактор болып есептеледі. Осының бәрі қосыла келіп, миопияның үдеуіне алып келеді. Жалпы қазірдің көзілдірік тағатындардың қатары жасарып бара жатыр деп айта аласыз ба? Айта аламын. Маған егер бір 10 шақты жыл бұрын бізге балалар ең бірінші рет мектеп жасында келіп жатса, егер де кішкентай бала келсе, мектепке дейінгі жас 2-3 жаста, біз ол миопияны туа пайда болған патология ретінде қарастыратынбыз. Ал қазір осы соңғы бір 5-6 жыл деп айтайын, кішкентай балалар келіп жатады, жасы 1 жас, 1,5 жас, 2 жас, көздері қитар болып, ол балаларды тексеру барысында біз именно балалардан миопияның дәрежелерін көбінесе кіші дәрежесі, ортаңғы дәрежесін анықтап жатамыз. Ол балаларға көзілдірік тағып, арнайы емді қажет ететін балалар учетқа алынып, 3 айда бір рет ол балаларды емдейміз. Керек болса басқа дәрігерлердің жаңа айтып өткендей, жалғыз миопия жалғыз өзі жүрмейді. Егер де ол баланың орталық жүйке жүйесінде бір ақау болса, сол кезде 85% бала орталық жүйке жүйесімен ауыратын, сол балаларда қитарлық көп кездеседі. Ал мына көру қабілетін жақсарту үшін немесе осы аурудың алдын алу үшін не істеу керек? Ең бірінші ауруды емдемес бұрын, оның алдын алу шараларын өткізу керек. Ол үшін барлық балаға айтатын шаралар көру гигиенасын сақтау керек. Ол деген сөз бәрімізге мәлім, теледидардың алдынан 2,5 қашықтықта отыру, баланың мектепте, үйде, партада дұрыс отыра білуі, партада баланың бойына сәйкес келуі, жарық дұрыс жерден шығып тұруы, сосын жаңағы смартфон, гаджет, компьютерлердің мөлшерін азайту. Егер атап өтетін болсақ, 2 жасқа дейінгі балаларға тіпті еш нәрсе көрсетуге болмайды. 2 жастан асқан балаларға теледидардан 1-2 мультфильм, жарты сағат, 40 минут, 1,5 сағат болса, 2-ге бөліп қарауына ұсыныс жасаймыз.
ал мынау планшет, смартфон дегендерді мүлдем қолданбауды өтінеміз. Ал осы салада мысалы көзді емдеу саласында жетістіктер бар ма? Әрине. Біздің мамандар қандай жетістіктерге жетіп отыр? Әрине. Бізге қабылдауға енді миопияның өзі көру жеделдігінің төмендеуінің ішіндегі асқыну болып есептеледі. Ал жаңағы мен айтып өткен қитарлық, көздің ішіндегі болатын торғабықтың жыртылып кетуі, соның барлығы миопияның асқыну болып есептеледі. Бізге балалар сондай уақытта келіп жатады. Сондай балаларды емдейміз. Әр балада подход разный. Әр балаға әртүрлі подход жасаймыз. Егер ол балаға көзілдірік керек болса, жанаспалы линза, мягкий контактный линза керек болса, сондай шаралардан бастаймыз. Ар жағында көздің бұлшық етін реттейтін, көздің жіті жоғарылататын, басқа мамандардың көмегімен егер қажет болса, невропатологтың емі, құлақ, мұрын, тамақ дәрігерінің көмегі керек болса, сол кісілермен қатарласып емдейміз. Егер де балаға сіз көзілдірік тағуға кеңес берсеңіз, егер де оныкі -1, -2 болып жатса, осыны көзілдірік тағу немесе бір қандай да жаттығу жасау арқылы емдеуге жазылуға бола ма? Мынандай диагнозды бөлу керек. Егер миопия басталып кетсе, -1, -1,5, ол кері кетпейтін диагноз. Оны тек қана егер осы дәрежеде мысалға -1,5, -2 пайда болған жағдайда соны ұстап тұрсақ, ол уже жетістік болып есептеледі. Ал егерде миопияның алдын алу диагнозды алдын ала байқалатын симптомдар бар да, ол аккомодацияның әлсіреуі, аккомодацияның әртүрлі бұзылыстары, әлі миопия жоқ, бірақ миопияға алып келетін салдарын дер кезінде емдесек, ал миопияның алдын алуға болады. Ол үшін бала міндетті түрде жылына жоқ дегенде 1 рет, біздің кеңесіміз бойынша жылына 2 рет тек қана профилактикалық тексерістен өтіп отыру керек. Егерде өтіп отыру керек, егерде қандай да бір ақау болып жатса, ол балаларды дер кезінде алып, дер кезінде іс-шара қолдансақ, сол кезде нәтижесі жақсы болады. Қазір жастардың көбісі көзілдірік тағуға ұялады да, көзілдіріктің орнына линзаны қош көріп жатады. Маман ретінде не айтасыз? Қайсысы дұрыс? Қандай кеңес бересіз? Қолдаймын. Көзілдірік, кейбір балалар бар, жанаспалы линзаны таққысы келмейтін балалар бар. Тек қана көзілдірікті. Енді көпшілігі, әсіресе жасөспірім балалар ұялып, 12-13 жасқа келгенде жанаспалы линза таққылары келеді. Ондай балаларға линза тағуға ұсыныс береміз. Негізі қазір бәрі көп қой, көзілдіріктің линзалары да өте көп. Қазір соңғы кезде Essilor'дың Stellus деген линзасы шықты. Именно миопияның алдын алу. Дүниежүзілік окулист мамандарының тексерісінің нәтижесі бойынша ол линза 67%-ке минусты ұстап тұрады екен. Енді бағасы қымбаттау, но есть очкиде бар, жанаспалы жұмсақ линзалар да бар. Қайсысын өзі ұнатады, кімге көрсеткіш болып тұрады, не тағуға соны ұсынамыз. Мысалы, балаланы неше жасынан бастап дәрігерге көрсеткен дұрыс, және балалардың бойынан ауру байқалса да, байқалмаса да, профилактика ретінде дәрігерге жүгінген жөн бе? Әрине, баланы жылына 1 рет 6 айынан бастап, 6 айында, 1 жасында, 2 жасында, 3 жасында міндетті түрде қарап отыру керек. Соңғы кездері менің практикамда алдыма өте көп балалар туа пайда болған ақаумен келіп жатыр. Ол балаларды 7, 8, 9, 10, тіпті 11 жасында бірінші рет анықтап отырған балалар бар. Ол балалар өзінің уақытынан кешігіп келгендіктен бізде мынандай диагноз бар. Туа пайда болған гиперметропия, жақыннан көргіштік,
ол туа пайда болады да, дер кезінде анықтап ол бала дұрыс реабилитация өтпесе, ол баланың көзі жалқау көз ұйықтап қалады, кавычки. Тіпті егер дұрыс очки беріп тұрған кезінің өзінде де, дұрыс көзілдірік таққанның көзінде де ол бала нашар алады. Егер де нормасын 100%, әрбір көзде 100% деп қабылдасақ, ол бала мысалға 10% қана көреді. Очкимен бар болса 20-30 қана процент көреді. И уақыт өтіп кеткен баланың көру жіттілігін көтеру өте қиынға соғады. Неғұрлым ерте анықталып, неғұрлым жаңағындай іс-шараларды дер кезінде жасасақ, баланың көзін көру жіттілігін жақсы деңгейге өзінің нормасына сай көтеруге болады мектепке дейінгі уақытқа. Мектептен ол уақыттан асып кеткен жағдайда ол өте процесс өте баяу жүреді, қиынға соғады. Сондықтан ата-аналарға айтарым, міндетті түрде жылына 1 рет, егер тіпті баланың шағымы жоқ болса да, профтексерістен өтіп тұрсаңыздар. Кейде ата-аналар келіп жатады, біздің баламыз шағымданбайды, шағымы жоқ деп. Бірақ та туысқандары, мектепте мұғалімдері жаңағы көбінесе қитарлықты көреді да, қитарлықпен барады окулистке. Оның астында себебі жаңағындай туа пайда болған, жүрегі пайда болған, көбінесе туа пайда болған көру ақаулары жатыр. Соларды міндетті түрде дер кезінде анықтай білу керек. Ол үшін ата-аналарға өтініш жылына 1 рет, 1 жаста болмаса 2 жаста өтіп тұру керек. Әңгімеңізге рахмет, ісіңізге табыс тілеймін. Рахмет сізге.